16 наурыз жайлау күні. Көктем келгенде күннің нұрымен, айдың сәулесімен, жердің қызуымен барша тіршілік басталады. Табиғат оянады, өсіп өну басталады. Көктем мезгілінің алғаш күндерінің бірі жайлау күні. Жуанның жіңішкеріп, жіңішкенің үзілетін, бар тіршілік атауының қайта оянатын шағы. Елімізде 16 наурыз жайлау күні деп аталады. Жайлау күні жаңару деген ұғымды білдіреді. Жайлау күні қыстан шығып, айналасын тазартып, ағаш отырғызып, бөлме гүлдерінің топырағын жаңартып, қайта отырғызады. Табиғат пен адам бір-бірімен тығыз байланысты, сондықтан дәстүр бойынша әр отбасы өз айналасын тазартып, жаңартып отыру керек.